Бүгінгі айтатын ертегімнің аты, ботақандарым, бір үзім нан. Баяғыда бір кедей және бай көрші тұрыпты. Бірақ екеуінің араздығы сондай, екеуі бір-бірін көргісі де келмейді екен. Байдың үйі кең, алтын күміске толған, ал кедейдің үйі жай ағаштан салынған, төбесін жұқа шөппен жаба салған сарайға ұқсайтын кішкентай ғана үй екен. Ал мына кедейдің үйінде алтын күміс түгіл нанның өзі кейде тапшы болып қалады. Нанын әзер тауып жеп жүрген екен. Егін егіп, оны суарып, күтіп, өз күнін өз көріп жүрген. Бір күні көктемде су тасқыны басталады. Дала алай-дүлей болып, бүкіл жерді су алып кетеді. Бай бір дорба алтынын орап алып, ағаштың басына шығып кетеді. Кедей де бір көміш нанын алып, ол да келесі ағаштың басына шығып кетеді. Содан 15 күн уақыт өтеді. Әбден қарны ашқан бай бір күні кедейге: «Маған наныңды берші, бір кесек алтын берейін» дейді. Кедей: «Нанымды бермеймін» дейді. Содан келесі күні тағы да әбден қарны ашқан бай: «Маған наныңды берші, жарты алтынымды берейін» дейді. Кедей: «Жоқ, бермеймін» дейді. Содан тағы бір-екі күн өткеннен кейін әбден әлсіреген бай: «Маған наныңды берші, мен бүкіл алтынымды берейін» дейді. Кедей тағы да: «Жоқ, нанымды бермеймін» дейді. Сөйтіп, әбден күші бітіп әлсіреген бай бір күні суға құлап, тұншығып өліп кетеді. Келесі күні су тасқыны тоқтайды. Кедей аман қалады. Енді бұл ертегінің сендерге айтары: алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дегені дұрыс айтылған екен.